Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақты мен жұмбақтан бастағым келіп отыр. Ал жұмбақты оқимын, мұқият тыңдаймыз. Онда әке шеше тұрады, ата, әже, бауыры бәрі бірге тұрады, бір ұғымды құрады. Шешімі қалай деп ойлайсыңдар? Отбасы, яғни дұрыс айтасыңдар. Әрине отбасы, яғни бүгінгі біздің сабақ өтетін сабағымыз отбасыға байланысты. Нақтырақ айтқанда тақырыбымыз отбасы күні. Балалар, бүгінгі сабақта мақсаты берілген шығармадан автордың ойыменен көтерілген мәселені анықтаймыз. Анықтай отыра өзіміздің алған әсерімізге баға береміз. Сонымен қатар себеп салалас құрмалас сөйлемдерді қайталаймыз. Олай болса, бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болайық. Бүгінгі сабақта бойдақ үйленбеген жұбайы жоқ адам. Жағдайы, хал-ахуал, жай-күйі, ұдайы, үнемі, ылғи, үздіксіз, қолассыз, тоқырау, сәл кідіру, тоқтау, бәсеңсу, бөгелу, жетім, арқа сүйері жоқ, анасыз, қамқорсыз деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, кітабымызды ашамыз, мәтінге мән береміз. Бірінші мәтінге қараңдар, бірінші тапсырмадағы мәтінге мұқият жақсылап оқимыз. Оқып шығамызда осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни сол мәтіндегі автордың ойын, көтерілген мәселені анықтаймыз, және сол бойынша алған әсерлеріңді айтасыңдар. Мен жақсылап мұқият оқып шығайын, мұқият тыңдаңдар. Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер туралы заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып бекітілді. Мұндағы мақсат отбасы құндылықтарын нығайту, отбасы адамға бақыт, толыққанды тыныс тіршілік әкеледі. Адамдар қоғамда тіршілік етеді, ал қоғамның ең кішкентай бөлігі отбасы. Сондықтан отбасы қоғамның іргетасы саналады. Отбасы адамдардың туып өсетін, тәрбие көріп жетілетін ұясы. Соңғы кездері қоғам рухани құндылықтардан алыстап барады. Ол отбасының беріктігіне әсер етуде. Отбасының бұзылуына есірткен тәуелділік, маскүнемдік, құмар ойындар да кері әсер етуде. Еуропа елдерінің экономикалық жағдайы жоғары. Соған қарамастан қоғамда егде жастағылар мен бойдақтар көбейіп, жастарының отбасы құрғысы келмейтіні, дүниеге бала әкелуді қаламайтыны жиі айтылып келеді. Туылған бала саны ұдайы кемуде, жетімдердің саны да өсті. Олардың себебі рухани құндылықтардан жұрдай өзін жоғалтқан адамдардың көбеюінде. Мәтін түсінікті болды деп ойлаймын, сендерге әрі қызықты болды деп ойлаймын. Енді балалар, осы мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Екінші тапсырмаға қараңдар кітапта сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз. Мен сұрақты бірінші оқимын, сосын сендер жауап бересіңдер. Қыркүйек айының 2-ші жексенбісі қандай мереке? Отбасы күні мерекесі атап өтудің мақсаты қандай? Қоғамның ең кішкентай бөлшегі не? Отбасының бұзылуына не себеп болады? Рухани құндылықтың жоқтығы адамдарға қандай әсер етеді? Бірінші сұрақ. Кәні? Ұл болсын, өзбасар болсын. Қыркүйек айының 2-ші жексенбісі. Отбасы күні болып бекітілген. Екінші сұрақ. Отбасы күні мерекесі атап өтудегі мақсатымыз? Отбасы күні мерекесін атап өтудің мақсаты отбасы құндылықтарын нығайту болып саналады. Жақсы. Қоғамның ең кіші бөлшегі. Алдияр. Қоғамның ең кіші бөлшегі ол? Отбасы. Отбасы, жарайсың. Отбасының бұзылуының не себеп болады? Отбасы бұзылуына Нұрай. Отбасының бұзылуына есірткі, маскүнемдік, құмар ойындар жатады. Иә, жақсы. Жақсы балалар. Ал енді назарымызды келесі тапсырмаға аударайық. Келесі тапсырмаға қараңдар. Келесі тапсырмада кесте берілген. Сол кестедегі дұрыс бұрысын, я болмаса ақпарат мәтінде сол ақпараттың барлығын анықтаймыз.
Бірінші, кәні кім оқиды? Қараңдаршы, мәтінге. Кім оқиды? Балалар дұрыс бұрыстығын кім анықтайды? Ал, Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер туралы заңына сәйкес қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып бекітілді. Бұл дұрыс па? Бұл дұрыс, иә. Екіншісі, отбасы адамға реніш, толыққанды тыныс тіршілік әкеледі. Бұл бұрыс. Бұл дұрыс емес. Себебі отбасы адамға реніш әкеле ме? Жоқ, керісінше қуаныш әкеледі, иә. Үшіншісі, отбасы мерекесіндегі түрлі ойындар, сайыстар өткізіледі. Бұл айтылмаған. Бұл ақпаратта айтылмаған. Отбасы адамдардың туып өсетін, тәрбие көріп жетілетін ұясы. Бұл дұрыс. Дұрыс. Жақсы. Келесі. Отбасым алтын тірегім, мақалын білемін. Бұл айтылмаған. Бұл ақпарат айтылмаған. Иә, жақсы, жарайсың. Ал енді келесі тапсырмаға мән беріңдер. Келесі тапсырмада біз себеп бағанғы сабақтас құрмалы сөйлемдерден сөйлем құраймыз. 3. Келесі тапсырма себеп бағанғы сабақтас құрмалы сөйлемдерді қайталаудан болады, сондықтан қайталаймыз. Бағанғы сөйлем басыңғы сөйлемдегі іс-әрекеттің себебін білдіреді. Оның жасалу жолдары түрлі жасалу жолдары арқылы жасалады. Есімше арқылы ған, ген, дықтан, діктен. Одан кейін жасалу жолы ған, геннен кейін соңшылауы қойылады. Түбір етістік п жұрнағы арқылы жасалынады. А, Е, И жұрнағы болымсыз етістікке жалғану арқылы жасалады. Ал енді сендерге осы бойынша тапсырма. Келесі тапсырмада берілген сөйлемдерді себеп бағыныңғы сабақтас құрмалы сөйлемдерге айналдырыңдар деген. Қараңдар. Айналдырыңдар, сендерге уақыт беріледі азырақ. Уақыт беріледі, асықпай, дұрыстап себеп бағыныңғы сабақтас құрмалы сөйлемге айналдырасыңдар. Ал берілген сөйлемді себеп бағыныңғы сабақтас құрмалы сөйлемдерге айналдырыңдар деп ойлаймын. Кәні кеңесі Нұрайза. Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер туралы заңына сәйкес Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев отбасы күні туралы жарлық шығарғандықтан қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып бекітілді. Шығарғандықтан. Бұл қайсы немен жасалып жатыр? Есімше арқылы жасалып. Жұрнақ арқылы жасалып. Келесі. Қоғамның ең кішкентай бөлшегі отбасы болған соң, отбасы қоғамның іргетасы болып саналады. Яғни бұл жерде болған соң шылау қойылып тұр, иә? Соңғы кездері қоғам рухани құндылықтарын алыстағандықтан ол отбасының беріктігіне әсер етуде. Бұл жерде алыстағандықтан. Жақсы, жарайсыңдар. Түсіндік қоя, себеп бағанғы сабақта сөйлемдердің жасалатын жолдары. Келесі тапсырмада мәтін мазмұны бойынша берілген ақпараттарды рет-ретімен орналастыр дейді. Мен оқып шығамын, өздері рет-ретімен орналастырасың. Қазір рухани құндылықтардан жұрдай өзін жоғалтқан адамдар көбеюде. Отбасының бұзылуына есірткіге тәуелділік, маскүнемдік құмар ойындар да кері әсер етуде. Отбасы адамдардың туып өсетін, тәрбие көріп жетілетін ұясы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша қыркүйек айының 2-ші жексенбісі отбасы күні болып бекітілді. Бұл дұрыс орналасқан ба? Дұрыс орналаспаған. Ал енді бұны қалай дұрыс орналастырамыз? Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Назарбаевтың жарлығы бойынша қыркүйек айының 2-ші жексенбі отбасы күні болып бекітілді. Одан кейін отбасы адамдардың туып өсіп, тәрбие көріп жетілетін ұясы болып табылады. Отбасының бұзылуына есірткіге тәуелділік, маскүнемдік, құмар ойындар да кері әсер етуде. Қазіргі рухани құндылықтарын жұрдай адамдар көбеюде. Жақсы, отыр. Барлығымыз осылай кезекпен орналастырдық па? Мазмұны бойынша. Мазмұны бойынша, жарайсыңдар. Енді келесі тапсырманы біз ауызша орындаймыз. Бұл жерде автордың ойын және көтерілген мәселені анықтаймыз. Мен оқып шығамын. Қазақстан Республикасында әрбір отбасының берік болуы үшін оның құндылықтарына мемлекеттік дәрежеде көңіл бөлінетінін көрсету.
Қазақстан бұл бірінші ойы автордың Қазақстан Республикасында мемлекеттік дәрежеде отбасы күні мерекесі бекітілгенін көрсетуде. Осы екі сөйлемнің қайсы автордың ойы деп ойлайсыңдар? Алдияр? Автордың ойы Қазақстан Республикасындағы әрбір отбасының берік болуы үшін оның құндылықтарына мемлекеттік дәрежеде көңіл бөлінетінін көрсету. Жақсы. Ал енді бұл жерде көтерілген басты мәселеміз қандай болып тұр? Көтерілген басты мәселе отбасының құндылығын нығайту. Иә, нығайту. Жақсы жауабысыңдар балалар. Ал енді бұл жерде біз автордың ойын анықтадық. Көтерілген мәселені анықтадық. Енді өз ойларыңа баға беріңдерші. Өз ойларыңа. Ақерке, кім? Сен өз ойың. Оқушының өз ойы, әсері. 3. Ал Нұрайза оқушының алған әсері қалай болады? Қазіргі кезде қоғам рухани құндылықтардан алыстап барады. Ол отбасының беріктігіне әсер етеді. Отбасының бұзылуына есірткі тәуелділігі, маскүнемдік, құмар ойында да кері әсер етуі. Сондықтан бұндай жағдайлар аулақ болып отбасының салауатты өмір сүруін ұстануымыз қажет. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Қазақ халқы отан отбасынан басталады дейді. Қазақ халқында қалыптасқан отбасылық қатынастар, дәстүрлер бар. Біз елдің, халықтың, мемлекеттің болашағы кімнің қолында? Отбасынан басталады. Яғни өзіміздің отбасымыздағы тәрбиеден басталады екен. Ал енді балалар, сабағымызды мақсатына оралатын болсақ, шығармадағы басты ойды автордың жаңағы басты көтерілген мәселені анықтадық, иә? Тағы не еді? Өз ой алған әсерімізге баға бердік. Салалас құрмалас сөйлемдерден сөйлем құрадық, иә? Солай ма? Иә. Ал енді үйге тапсырма отбасы туралы эссе жазып келесіңдер. Шағын отбасы туралы эссе жазып келесіңдер.